акимата. Здесь запрещено? Акимата области. Руководитель акимата. Я аппарат башчысы. Аты жөнүн жазып отуруңуздарчы. Ыдырысов Олжас Нурланова. Как? Ыдырысов Олжас Нурланова. Өңкей казак отур, мемлекеттик тил сүйлөйт да. Да, мемлекеттикте сүйлөйбүз, байырым сүйлөшөбүз. Мына өздөрүңүз. Өзүнө өз сыйламаңды өзгө кайдан сөйлөйсүң? Төбөлөрүңө ойрандап айтсында коймойсуңдар, Ыдырысов Олжас Нурланова. Облыстық әкім Аппаратының аппарат башчысы. башчысы. Акимдериңиз кайда? А? Акимдериңиз кайда? Әкімдеріміз жұмыста. Қызметпен атқарып жатыр. Өздеріне келу кийин болду. Жоқ, тапсырмалар бар ғой, басшылық Биринчи руководителдер жок, келген жок деп жазыңдар. Қазір әрқайсысына барамыз жеке-жеке. Гүлбахрам Исмұратқызы. Бүгінгі жиналған мәселенің тақырыбын бәріміз білеміз. Сіздерде осы жол жүріп келіп отырсыздар. Рахмет келгендеріңізге. Бұл талқылайтын сұрақ өте күрделі сұрақ деп ойлаймын бәрімізге. Мынау бүкіл ел осы жағдайды естіп, шошымаса да бәрі ойланып отыр, не болады екен деп. Енді бұл мәселені бастасақ, осы жаңағы дерек бойынша біз 30 март күні істі қозғадық, қылмыстық істі. Осы іс бойынша 4 мемлекеттік органның нелері, лауазымды қызметкерлері осы топқа кіріп, ол яғни ұлттық қауіпсіздік комитет, полиция органы, департамент полиции, антикоррупционная служба и служба экономических расследований. Сол мемлекеттік органдардың лауазымды қызметкерлеріне топтап кіріп, біз оны бақылаудамыз. Осындай топ қазір жұмыс жасап отыр. Іс бойынша біраз мына жайларды анықтап отырмыз. Енді біз қазір күтіп отырғанымыз психологическая деген экспертиза тағайындалған. Енді іс орысша тілде жүріп отыр ғой. Енді сол экспертизаның біз нәтижесін күтіп отырмыз қазір. Осы жұмада болады дейді. Сол шешімді алғасын кейін біз ары қарай уже өте қалай айтсам болады, өте күрделі мәселелерді шешеміз осы бойынша. Уже іс бойынша бізге азаматтар, жаңағыдай күдікті азаматтар бізге белгілі. Қалған группада болған жаңағыдай жай азаматтар да бар екен ғой арасында, білмей сол группа кірген. Олармен де қазір жұмыс жасап жатырмыз. Іс біздің бақылауымызда. Біз сенбіге қарамай, жексенбіге қарамай, біз осы іс қозғалғасын кейін бәріміз жұмыста болып іспен сайланып. Ол жағынан сіздер күмәнданбаңыздар. Ішінде қамалып оқшауланғандары бар ма? Қамалып оқшауланғандары бар ма? Қамалып? Ұсталғандар. Жоқ, пока біз ешкімді ұстаған жоқпыз. Біз ешкімді ұстаған жоқпыз. Күдікті ретінде 3 азаматты біз таныдық. Қалғандары куәгер ретінде бізбен жұмыс жасап отыр. Біз олармен куәгер ретінде жұмыс жасап жатырмыз. Көп жаңағыдай тінту обыскалар болды үй-жайларында. Басқа да тергеу іс-әрекеттері, амалдары жүргізіліп жатыр қазір. Олар Қазақстан азаматтары ба? Бәрі Қазақстан азаматтары. Жоқ, бәрі Қазақстан азаматтары. Бұл жерде біз мінекей әбеке бұл мемлекетімізге қауіпті нәрсе біріншіден. Енді бұл жерде тек қана осы жергілікті ғана азаматтар емес сияқты бізде халықтың арасынан сұрастырып жатырмыз. Бұл біріншіден кешегі Путиннің мобилизациядан кейін кірген азаматтардың ықпалы өте көп бұндайды. Тек сіздерде емес, басқа жерден осындай шығып жатыр. Бірақ сіздерден шыққан тіпті өрескел болды. Жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, біздің
халық түгіл жүйе басшылары өздеріңізде билік жолында бәрінде шошытатындай жағдай. Аса қауіпті мемлекетімізге төніп тұрған қауіп. Естеріңізде болса, Украинаның өзінде де басында тап осылай басталған. Аяғым кейіне болып жатқаны белгілі. Сондықтан біз ат артып осы өрттің шыққан жеріне келгеніміз сол. Және де бұл мәселені біз бұлай қалдырмаймыз. Сосын жаңағы 3 адам ғана деген, енді бұл не дейміз, бүлікшілердің санын азайту деп біз осындай баға береміз. Өйткені сол жиналысты өткенде жаңағы сюжеттер бар, көріп отырсыздар, ол жерде 3 адам отырған жоқ. 20 адам отырады. 20 адам. Мінекей 20 адамның бәрі алданып қапты деген бұл енді жалған. Жоқ, мен ол туралы айтқан жоқпыз. 20 адам емес, біз ол азаматтардан басқа біз олардың телеграм каналдары болды ғой. Мен сол жөнінде айтып отырмын. Сол жөнінде айтып отырмын. Олармен да жұмыс жасап жатырмын дегеніміз ғой. Ол 20 адаммен, конечно, біз олармен жұмыс жасап жатырмыз қазір. Бірақ негізі айтқаным, қазіргі таңда 3 адам ғана біз күдік ретінде танып, солармен жұмыс жасап жатырмыз. Қалғандармен да жұмыс жасап жатырмыз. Басты ұйымдастырушылар. Енді бізде біздің қылмыстық процессуалдық кодекстің 201 статьясы бар ғой, бабалар. Сол баба бойынша біз қазір енді істің мән жайын бәрін айта алмаймыз да, фамилияны айта алмаймыз. Біз қазір бәрін анықтап экспертизаға күтіп отырмыз ғой. Сол экспертиза бізге қандай жауап береді екен деп енді күтіп отырмыз. Соған байланысты болып тұр бір жағдай. Сіздердің жүріп жатқан енді тергеу амалдарыңыздың ішіне біз кіріп, оған жаңағы толық ақпаратын аты жөндерін бер деп отқан жоқ. Оның бізге несі жоқ. Біз арнайы өзімізде сотқа берейін деп келіп отырмыз. Өйткені бұл аса қауіпті деген ерекше ережемен қаралу керек. Бұл шындығында да мемлекетімізге қауіпті. Ертеңгі күні тура Украинаның күнін кешетініміз алыс емес. Осындайлардың кесірінен. Себебі мен бірінші рет көтеріп жүрген мәселе емес қой. Бұрын жай ғана әйтеуір ойбай деп орыстар сөйтіп шошаңдап бастарын көтеретін, басып қоятынбыз. Сосын бірдеңе деп шыға кешірім беру осыған дейін талай балағаттар да бұл жерде, өздеріңіз интернет жүйелерінде, басқа ақпарат жүйелерінде көріп жүрдіңіздер. Тек біз басумен келдік, кешірім бұраса, жарайды кешіріп, қазақтың қойшы деп өзінің аяғында қойшы емес, мал болып кеткеніміз, солардың алдарын, жақтарының астында тарталып. Олар уже кешірім сұрапты ғой, бірақ бұл кешірім біз оны қабылдаған жағдайда біз қылмыстық жауапкершілік осындай граждан азаматтық нелермен шығып жүрді ғой бұған да енді. Осы қазақтың жеріне таласып, басқасына таласып, тілімізді балағаттап басқа. Соның бәріне біз кешірім бере бердік. Қитетіп жаңағы осы қоғам нелері не болмаса жай қарапайым халықтың ішінен шықса, наоборот керісінше не дейді, ұлттық несіне намысына біз тиеді екенбіз да, бастаған оларға демейді, үкімет біздік националистер бәлен түген деп біздердікін жазалайды. Вечно қазақты соқтайды, қазақты жабады, қазақ тиіседі екен сонда. Олар бастады ау деген оның жоқ, олардың тілі жайып. Бір жағынан осы қоғамдық нелерге де біз айтамыз, бұл кешірім бере беру дұрыс емес. Бірнеше рет біз осындай мәселені көтергенбіз. Өткенде мынау Көкшетауда, Ақмола облысында да болған осындай жағдай. Жаңағы анау желтоқсандықтарға тіл тигізген депутатсымақ. Соның өзіне де жеңіл жаза берілді қойды. Сол біздің үкімет тарапынан негізі қабылданатын бұндай ұлттық мәселеге және жергілікті біздің ұлтымызға тіл тигізген кезде, не дейді анау ауруын жасырған арам өледі деп әр аурудың алдын алу керек қой. Біз соның тамырын жайып жібердік бүгінде. Онан кейін жаңағы оларға қасымызға отыр дедік, төрімізге шықты, төрге шықты дедік, төбемізге шықтың кері отыр бүгінде. Бұған бүгінгі мына сепаратистердің просто даже мягко сказано сепаратистер. Бұлар экстремист ұйымдасқан топтар. Бұлар күшейді, байқайсыздар ма, кешегі мобилизациядан кейін. Қатты күшейді. Өйткені елімізге келгендер, кіргендер көп болды. Оларға да қазір есікті ашпақшымыз, пәлен жылы келіп жатқан қандастарымызға
жаңағы 5 жылға дейін гражданство бермейміз. Мынау қазір орыстарға 10 жылға свободно кіріп жұмыс істеуге Ресейдің азаматына мүмкіндік бергелі отырмыз. Кеше ғана осыны біз сенатта талқыладық. Өзімізді сыйламағандықтың кері осы. Бұл жаңағы ұлтшыл болып бөліну емес, бірақ өзімізді өзіміз сыйлауымыз керек қой деп ойлаймын. Өзімізді бағаламағаннан кейін, особенно мына северный облыстарда біздің идеологиялық жұмыстар ноль. Қаншалықты байқаймыз, даже элементарно әкімшілік жұмыс істемейді. Неге? Өтіп жатқанда даже айтайықшы, мынау концерттер болсын, басқа дайын үшін только орыс тілінде. Мен жиі келемін. Осындай неге қатысам, мен бұрын өнер адаммын, қазір зейнеттемін. Өткенде кім келіп кетті, Қабатовтың несі болды ғой. Қазақша өтті, бәріміз қатыстық. Иә, ол өте жақсы. Сол өте, айтыстар өтпейді. Мынау даже қай жылдар келіп, біз осы облысқа да хат жазудың кемі жоқ, обращение жасап, мен постоянно келуге мүмкіндігім жоқ. Бағдарлама жібереміз, бірақ однако, желтоқсан көтерілісіне қатысты ешқандай іс-шаралар өтпейді. Анау естеріңізде ме, кезінде, совет үкіметінің кезінде Алаш десе бірінші орыстар дірета қалатын. Желтоқсан десе дірета қалатын кейін, совет үкіметінен кейін. Бірақ біз соған өзіміз қадірлемей кеттік қой. Мұны осының кесірінен осындайлар туындайды. Оған кінәлі тағы да өзіміз. Енді мынау құзырлы органдар, билік жүйелері әрине сіздерге прямо ашық национальный дүниеге баруға болмайды, өйткені ойбай, мына биліктердің өзі біздің ұлтымызды жаншып жатыр, бізді ущемлять етіп жатыр деп шығады. Біздер жіберген хаттарға сіздер назар аударсаңыздар бағдарламаларға. Мен бүгін тағы арнайы алып келдім, облыстың, қаланың әкімшіліктеріне де тапсырайын деп. Сол идеологиялық, ұлттық идеология жүрмегеннен кейін осылай. Ол президент айтады, анау айтады, мынау айтады, жаңағы ойбай, мемлекеттік тілді сөйту керек. Мен бағана есіктің аузына келіп, уже в конце ашуланып айтты, мен орысша түсінбеймін. Бәлен түсінемін. Өйткені мен 8-ші классқа дейін орыс мектебінде оқығам. Сол кезде біздің кезіміз сондай болды, 8-ден кейін қазақ мектебі. Осы өзіміздің бірінші сол ана тілімізді құрметтемегеніміздің өзі бұларға ашып берген жол. Өйткені барлық жерде неге екенін білмеймін, 30 қазақ отырып бір орыс келсе, соған жабылып орысша сөйлеп кетеміз ғой. Өзімізге өзіміз ана тілімізге өзімізге құрмет болмағасын, менің атам марқұм айтатын, өзін өзі сыйламағанды өзге қайдан сыйласын дейді. Бұл рас. Ата-бабаларымыздың қалдырған мақұл сөздері. Осы не дейді, шүршіттен досың болса, қойныңда айбалта болсын дейді. Міне. Бәріміз жалпылдап, солардың астына көпшікті қойдық, бүгінгі күнде сол таяқты өзіміз жегелі жатырмыз. Именно ұлттық идеологияның жоқтығынан. Бүгінгі күнде біздің талабымыз бойынша жаңа тапсырдық, бірақ дегенмен де сізге де арнайы берейін. Біздің талабымыз қатаң, аса ерекше мемлекеттің қылмыстық істер бабымен бұлар жауапқа тартылды. Біріншіден бұлар ұйымдасқан топтар. Бұлар бірінші күн жиналып отқан жоқ. Бұлар әбден уже пісіріп барып шығарып отыр ғой. Сондықтан бұлардың жұмыс істеп отқаны бірінші күн емес. Осы Украинаның несі басталған кезде естеріңізде болса, талай журналистер басқалар жазып жүрді. Бұл күн жаңа Қазақстанның да басына келеді деп. Біздің өзімізден де талай осы мына азаматтарымыз бұл әңгімені қозғап жүрді. Бірақ біз әйтеуір мимо ушей дейміз ба, соған мән бермегеннен кейін бүгінгі күнде тап осы жағдайға ұрынып отырмыз. Мына уже біз 79 жылы тап осындай оқиға болған. О кезде немістер автономия сұрап.
көтерілген. Ол кездерде біз студент болатынбыз. Ол да осы Көкшетау, Ақмола, осы жақтағы облыстардан басталған. Сол кезде, білмеймін, ол кезде сотқа деген бәле жоқ. Бүткіл студенттер көтеріліп, бір-ақ күнде басып тастаған. Сол кезде біз КСРО болып отырып, осы жергілікті биліктер бүткіл светтерді өшіріп, бір күнде студенттер жайпап тастады. Содан кейін үндері өшкен болатын. Одан кейін ұйғырлар шықты, олардың да жағдайы осылай болған. Енді бүгінде орыстар бұны бірінші рет көтеріп жүрген жоқ. Талай мәрте көтерілді. Басын бастайды, әйтеуір жай ұшқындатып қана жүрген болатын. Бүгінгі күнде мінекей, пожалуйста, в крупном плане басталды. Оған кешегі жаңағы Астанадағы кездесуде де бұл айтылды. Енді Тоқаев мырзаға да тіл тигізді. Потому что не дейді, қойында жоқ, открыто айтылды. Қойында қатын қайын жұрт деп. Бұл мәселелер расында сол, өйткені біздің қазір вообще мына мен жақында Өзбекстанда басқа нелерге болып келдім де, бірде-бір өзге ұлттың өкілі жоқ басшы. Бірде-бір өкілі. Тек өздерінікі. Даже магазиннің хозяйыны өзбек, сатушысы қазақ. Намысында отырамыз, айтып жоқ, болмайды. Қызмет етеді олар бізге. Өте орынды. Прибалтикада да солай, басқа нелерде солай. Біз әлі мынау қазақтың кеңдігі, кешірімділігі жаңағы кемеңгер данан дейміз, бірақ сол слишком не дейміз жаңағы оларға үлкен төр беріп қойдық. Осыдан кейін олар біздің басымызға шығып отқан осы. Сондықтан бүгінгі күнде қандай бір мемлекеттік болсын, мемлекеттік емес болсын, жүйелердің басшысының бәрінде өзіміздің жергілікті ұлт қазақ отыру керек. Қазақтың жеріне, еліне, ұлтына, халқына тек қана қазақтың жаны ашиды. Жаңа есіктен кіргеннен, анау есіктің алдына жаңа документ жатқан қыз қанша айтсақ та ерегіскендей бір ауыз қазақша сөйлемейді. Осындай мәселеге аса зор аудару керек та, ал мына мәселеге қатысты біз өте қатаң талап етеміз. Бұл мінекей қоғам бірлестіктерінен келіп отырмыз. Әр неден біз жаңа кісі жинамадық, ондай бірден митингі бірдеңеге не қылмадық. Бірінші жаңағы енді бұл жерде отырған бәрі қара көздерсіздер ғой, жағаларыңыздан алмайын деп бетпе-бет жүздесіп осы мәселелерге тек қана осы мына бір процеспен ғана емес, вообще мына ұлттық идеологиялық жұмыстарды жүргізу. Әкімшілік, сіздер тікелей парыздарыңыз. Халықпен жұмыс істеу. Сіздерде істемейді халық. Осыдан ұрынып жатырмыз. Бұдан зорына ұрынамыз. Бұл Бисмұратқызы, жаңа мен іс бойынша сіздерге ақпарат бердім ғой. Енді тағы да қосымша айтарым, жаңада мынау видео-бейнеуде 20 адам болды ғой, сол 20 адамның бәрімен жұмыс істеп отырмыз. Бәрімен жұмыс істеп отырмыз. Оның барлығы жаңағыдай жауапкершілікке тартылады деп ойлаймын. Өйткені енді қылмыстық істе біраз нелер бар ғой, енді мән жағдайлар бар ғой, оның бәрін зерттеу керек қой. Оны осы 30 мартта қозғалды, бүгін уже 5-ші күн ғана болды. Бүгін 4-ні. Мен 5 күнде біраз жұмыс істедік деп мен сізге өзім сенім білдіремін. Өйткені мен біздің облыстық прокурордың бақылауында, біріншіден мен өзім бақылауымда. Біз оны күнде біз оны мынау біздің де процессуалдық прокурор 2 адам тағайындалған біздің қызметкерлерден. Жаңағыдай ол жұмыс істеп отыр олар. Біз істі күніне бірнеше рет талқылап, бірнеше рет жаңағыдай нұсқау беріп, оны біз қадағалап отырмыз. Одан ешқандай күмәніңіз болмасын. Бұл іс бойынша заңды қатаң шешім қабылданады деп бізге сондай уәде беремін.
сіздерге күмән жоқ, ол жаңағы ертеңгі күні кеше уже кешірім сұрап шығып жатыр ғой. Ол енді істелді ғой, ол кешірім енді мен енді былай айтсам, бізде мынау қылмыстық кодексте смягчающие обстоятельства деген бар енді. Раскаяние деген бар, ол да енді приветствуется с другой стороны. Істеген іс жасалды, істеген істелді, дұрыс па? Қанша резонанс сіздер болды. тарапынан осы бірінші мына іске сіздер тарапынан қатаң жаза алынатын болса, басқа жерде уже кішкене бір жерлерін қысатын болады. И заңда, потому что сіздерді де біз қолдаймыз. Неге? Өйткені сіздерге де давление болады. О жағын жақсы білеміз. Мен өзім талай қызметтің түр-түрін істегенбіз. Онан кейін шығады, ассамблея шығады, қазір ассамблеяның тарқарылуын талап етіп жатырмыз. Олар өрбітпесе, өршітпесе, ешқандай қоғамдық идеологиялық жұмыс жүргізіп неғып жатқан жоқ. Қай жылдар бұна доңғандар, менде біз осылай болдық Таразда. Ол жерде де көбіне қазақтар даяқ жеді. Негізі бастаған олар болса да. Сондай бір ауытқулар болып кетеді да, ойбай бірінші рет жазаға тартылып тұр. Олар ұйымдасқан, алдын ала бір уақыт емес, бірнеше уақыттан дайындалып жатқандар. Сондықтан бұл жайдан жай бүркіте қалмайды. Мен демей отырған себебім, мен көбіне жан айта алмаймын сізге бұл жерде. Дұрыс. Қазір тайна следствие деген бар, менің қазір оны айтсам, ертең біз көп жағдай біздің экспертизаға байланысты деп отырмын ғой. Яғни соны аламыз, сосын біз уже басқаша жұмыс істейміз. Енді басқаша емес, енді более наступательный дегенім, біз қазір бәрін дайындап жатырмыз, қазір жағдайдың бәрін соған дайындап, күтіп отырмыз бәріміз соны. Осы жұмада деп айттым ма, Ғани? Бейсенбі күні болады. Бейсенбі жұма дейік енді. Алла қаласа сол осы бір-екі күнде сол алынады деп ойлаймын. Жаңа біздің неміз қорытындысы, экспертизаның қорытындысы. Мына біз әртүрлі ұйымдардан келгеннен кейін әрқайсымыз өз пікірімізді, өз талабымызды айта кетейік. Біз енді мына қоғамдық бірлестіктер ғой, қоғамдық бірлестіктердің біздің негізгі жұмысымыз мына мемлекеттің мызғымастығын, тұтастығын сақтау тұрғысынан алғанда мемлекеттік мекемелер қандай жұмыс атқарып жатыр, соның бағасын беру, сосын олардың кемшілік тұстарына соған өз талаптарымызды қою. Енді бұл жағынан алғанда бірден көрініп тұр, жаңағыдай Нұрекең айтып кетті ғой, ұйымдасқан. Ол ұйымдасқан енді осынша уақытқа жіберіп қойған, бұл ең бірінші мына әкімшіліктің ішкі саясат бөлімінің жіберіп қойған несі қателігі, екіншіден ұлттық қауіпсіздік комитетінің осындай нелері, кемшіліктері. Соны біз үлкен кемшілік деп баға беріп отырып, және енді осыны мынаны жаңа сіз айтқандай смягчающий емес, керісінше бұл жерде отягчающий жағдайларда бар. Соны өйткені бізге келесі ертең мемлекеттің тұтастығын сақтап қалу үшін бұл бізге сабақ болу керек. Осы жерде біз ең бірінші осы қатаң жазаға алып біреулерін осылай нетсек, келесіне не болады айтпаса бірінші рет емес бірнеше рет қайталанып отыр. Қылмыстық жаңа ненің статьяның санкциясы 10 жылдан 15 жылға дейін. Бұл өте ауыр қылмыс. Ең қатал жазасын қолдануды талап етеміз. Мен өзім ұлттық мүддені қорғау кеңесінің ұйымдастырушысымын. Есімім Сәбит Мұхамеджан. Мурат Мухамеджанов, председатель Республиканского союза ветеранов боевых действий на ТЖК афганской границы и военных конфликтов. Я буду говорить на русском языке, для того, чтобы некоторые и русскоязычные люди понимали на русском языке наши возмущения. Поэтому я хотел бы зачитать обращение нашего Республиканского союза ветеранов боевых действий. Некие активисты из Петропавловска заявили о независимости от Казахстана. Мы вольный свободный народ, мужчины и женщины, трудящиеся жители города Петропавловска, СКО. Ввиду фиктивности правовой основы корпорации Республики Казахстан, ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа, а также при причине дееспособности, бесчестия ее агентов, заявляем полное недоверие всем учредителям и служащим системы управления нашим достоянием и ресурсами. Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет, заявила женщина на распространяемых видеокадрах.
Против сепаратистов из так называемого Народного совета Северного Казахстана, которые ранее заявили о некой независимости, в департаменте полиции Северо-Казахстанской области возбуждено уголовное дело, проводится следственное оперативное мероприятие, сообщает эксклюзив КЗ со ссылкой на Кострак. Это не единичный инцидент кучки недовольных, а заранее спланированное спецслужбами соседней страны мероприятие, направленное на достижение определенных целей. Сепаратизм стремление некоторых этнических, субэтнических и региональных групп, живущих в пределах заявленных границ Казахстана, к независимости, автономии или присоединению к другим государствам. Кремлевский сепаратизм имеет свои корни, идущие со времен зарождения Российской империи, стремящиеся к колониальной политике по отношению ко всем иным народным территориям, странам. Это не только политика правящей верхушки, а целая идеология, закладывая народ в независимость от правящего строя, будь то монархия или социализм. Основная масса людей заражена русизмом, согласно Википедии, собирательное сленговое название конгломерата националистического мировоззрения, объявляющий русский народ высшей ценностью. То есть идет игра и делается руководящей элита ставки на низменных националистических чувствах, как уже было в 30-х годах в нацистской Германии. И это работает. Результат очевиден, как и мы наблюдаем при Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Чечне и Украине. И этот список будет продолжаться, если не бороться. Ставка делается также на культивированной ностальгии по давно ушедшему СССР, восстановлению границ СССР, что по сути является примитивной игрой на чувствах старшего поколения. История кремлевского сепаратизма в Казахстане имеет свою историю. Так, начиная с 1990 года, организация митингов в Уральске с участием казаков в 1994 году, в Усть-Каменогорске, Алматы, попытка восстания казаков в Кашетавской области в 1996 году, попытка организации в Усть-Каменогорске вооруженного захвата местной администрации в 1999 году. Первая попытка сепаратизма в Петропавловске была в 1999 году. Тогда в Казахстан прибыл гражданин Российской Федерации Виктор Казимирчук, выпускник Московского историко-архивного института, воевал в Югославии, с которым прибыл 11 граждан Российской Федерации и гражданин Молдовы. В Казахстане к ним примкнули местные граждане, казачий атаман Сергей Бритвин, депутат Горсовета Николай Иванов, бывший чиновник областной администрации Атяшев. Во время очередной сходки их арестовали. За это время они успели написать указ номер 1 Государственного совета Русского Алтая о статусе автономной самоуправляемой территории Русский Алтай в составе Республики Казахстан. Декларация, начинающая с слов «8 лет назад руководство Казахской Советской Социалистической Республики», использовав и так далее. Проект декларации об образовании на территории ВКО государства Русский Алтай с приданием статуса автономии и границы РК, список перечисленных указов гособразования Русский Алтай. Им предъявили статья 168 УК РК, насильственный захват власти, статья 170 УК РК, призыв к насильственному свержению строя и статья 251 УК РК, незаконное хранение оружия. Казимирчук получил 19 лет лишения свободы, Владимир Чернышов 17 лет, Константин Семенцев 16 лет, Альберт Уракаев 14 лет. Остальные получили от 10 до 13 лет лишения свободы и условные сроки. Казимирчук, Пугачев, точная копия террориста Гиркина, Стрелкова. Оба закончили историко-архивные, оба воевали в Югославии. Вы знаете Гиркина, это бывший экс-министр обороны ДНР, ЛНР. Сейчас Гиркин не скрывает то, что именно его отряд зашел в Украину с целью захвата отделения Донецка. Поэтому Казимирчук это пробная фигура разведкобоем, отрабатывания гибридной войны в конце 90-х годов. И Казимирчук после отсидки в Казахстане уехал в РФ и в 2014 году, естественно, всплыл в отрядах сепаратистов Донецкого в Украине. Сейчас новоявленные сепаратисты Петропавловские должны сесть на такие же года, как и Казимирчук и его банда. Кроме того, Караганде имели место 17 марта 2019 года, 1 мая 2019 митинги за сохранение СССР с объявлением соответствующего референдума, 7 ноября 2017 года, столетие Октябрьской революции, что является проявлением сепаратизма, на которое Акимат и органы никак не реагировали. Даже в 2022 году, буквально совсем недавно, тоже такую же сделали они. Есть записи. Я сохранил специально вчера эти записи. Они имеются. Кроме того, в Караганде имели место. Так, для того, чтобы пресечь сепаратизм северных регионов Казахстана, в 1994 году, в 1997 году прошел процесс слияния областей с преимущественно русским населением, соседними областями, в которых преобладают казахи. В эти области направлены репатрианты казахи, возвращающиеся из других стран. Однако применяемые меры явно недостаточны, и подтверждением тому является крайнее появление сепаратизма в Петропавловске. Оно имело место не случайно, прослеживается параллель подобных акций в Донбассе и Украине. Неоднократные высказывания высокопоставленных должностных лиц и депутатов Государственной Думы Российской Федерации в отношении Казахстана о возврате якобы подаренных земель России и якобы растущей русофобии на фоне событий в Украине прямо свидетельствует намерение правящей кремлевской элиты в будущем раскачать ситуацию в Казахстане для последующей аннексии северных областей. Уважаемые
прокурору, уважаемый Акимат. Я хотел бы сказать, что у меня были дебаты с Федором, вы прекрасно знаете. Прекрасно знаете, это были дебаты буквально 2 года назад с депутатом Государственной Думы Федором. Это председатель комитета по экономической политике Государственной Думы Российской Федерации, депутат Госдумы. Вы можете посмотреть, в интернете есть. Я с ним выходил 3 раза на дебаты. Ни один политик, ни один министр не вышел. Ни один. 4 дня, я вам сразу хочу сказать, в Казахстане он Никонов, Федоров и другие там негодяи, Шпиров, Бородай, это депутаты Государственной Думы, которые говорили о территориальных претензиях Казахстана. И после моего выступления на дебатах, где я оставил интерес нашего независимого Казахстана, как ветеран боевых действий, как представитель Республиканского союза ветеранов боевых действий на ТЖК афганской границы, знаю не понаслышке, что такое война в Таджикистане. В Таджикистане погибло 100 тысяч пропавших без вести, 56 тысяч вдов, 27 тысяч сирот. Это все начиналось с маленького социального вопроса. И вот так же здесь тоже начинается. Понимаете? Поэтому, продолжая, конечно, дальше, и остается вопрос, а что делать? Вот тут необходимо властям выработать и внедрить меры для немедленного пресечения и допущения при подобной публичных сепаратистских высказываниях, в том числе и в средствах массовой информации, ужесточение уголовного и административного наказания за подобные действия и широкое освещение каждого случая в СМИ. Поводом для подобных рассуждений служит то обстоятельство, что кроме независимых блогеров и просторах интернета, официальные власти Казахстана ни словом не обмолвились про данный инцидент в Петропавловске, не осудили, не высказали свое мнение. Такое положение дел с замалчиванием проблем усугубляет ситуацию, не способствует укреплению национальной безопасности и порождает мнимое ощущение благополучия при наличии очень опасных тенденций сепаратизма. Необходимо поднимать проблему открыто, высказывание причин, предлагать пути исправления ситуации, принятие системных мер по оздоровлению и недопущению впредь подобных инцидентов. И не только представителям органов законодательной и исполнительной власти, но и среди представителей народных масс, которые не должны остаться без внимания. Данный случай требует тщательного изучения, установления кураторов, организаторов данного мероприятия, возможно, в лице резидентов военной разведки соседней страны, с принятием мер, в том числе и политических, направленных в первую очередь на обеспечение национальной безопасности страны. С уважением, представитель Республиканского союза ветеранов боевых действий Мурат Мухамеджан. Я хотел бы вам сказать, уважаемые прокуроры, вот у нас сегодня, вот как не увидишь, везде все просят извинения, все просят прощения, на этом заканчивается. Тут уже, знаете, я уже не знаю, вот наших казахов садят Маргулан Бурамбай, Данат Намазбаев, Еремек Нарымбаев. Вот за их просто только они взяли, вот Еремек Нарымбаев взял просто вот официальная книга, которая выпущена была изданием, да? Он взял просто этот абзац у себя на странице Фейсбука выложил, и за это получил срок. Да. 5 лет. За что получил? Только потому, что он взял, и то еще раз говорю, эта книга, она законная книга. Он взял, просто ее продублировал, и все, эту цитату. Маргулан Бурамбай, за что сел? Я их знаю просто, это Маргулан Бурамбай. Это патриоты Казахстана. Если мы так будем разбрасываться нашими патриотами, будем запросто садить казахов, а их садить не будем, это будет несправедливо, это будет нечестно. Это будет неправильно. И, вы знаете, я хочу сказать спасибо главе государства, что после моего выступления, это была тоже серьезная вещь, когда выступал. Я тоже думал о статье 174 зажигание межнациональной розни и так далее. Кстати, офицеры России, бессовестные офицеры России, они написали на меня ФСК, написали ФСБ, написали прокуратуру о возбуждении уголовного дела Мухамеджановой, о якобы угрозе депутату Госдумы. Представляете? Он говорит о захвате Казахстана, а я говорю, я тебя накажу, как офицера. Понимаете? Да? Поэтому мы не боимся говорить правду. Мы говорим правду, потому что видим, что есть несправедливость, видим нечестность по отношению к этим нацистам, к этим фашистам, которые сегодня выступают. Вот эти вот Федоровы, Никоны, Жириновские и так далее, которые покойные. Они выступают за захват территории Казахстана. Мы ходим дружно, надо выходить с ОДКБ, ШОС, СНДА. Уже пора выходить. Необходимо создавать свои тюркские военные союзы. Создавать военные. Сейчас уже экономический союз уже это создается. Это понятно, тюркские наши главы государств. Слава Аллаху. Поэтому мы должны думать уже о своем собственном народе. Думать, как завтра будем, не дай Аллах. Ни одна страна в мире не может обеспечить свою безопасность. Ни одна страна в мире.
Не работает ни устав ООН, никакие другие документы. И самое я хотел бы сказать, я вот хотел бы через вас сказать, довести до... Я разговаривал с Кожегильдиным, это бывший премьер-министр, которого, кстати, я считаю, тоже незаконно судили. Аксакал. Патриот Казахстана. Я скажу, я ему тоже говорю. В уставе ООН, глава 5, статья 23, откройте, пожалуйста, и вы увидите, там написано, что члены Постоянного совета безопасности ООН это СССР, это Великобритания, США, Франция, Китай и Россия. До сих пор СССР существует. Вы как прокуроры, вы же можете, я не знаю, там обратиться, убрать эту статью. Главу 5, статья 23. Обратитесь, пожалуйста, уберите слово СССР. Поэтому они вот эту ссылку делают. Для вас, может быть, я просто хотел бы вам пояснить, я просто эту тему изучал. Вот они говорят про корпорацию. Они как хитро делают. Они не извинились, вот как вы говорите, они извинились. Они не извинились. Они не признают свою вину. Я видел эти видео, я несколько раз посмотрел. Не было никакого извинения. Они говорят, корпорация, говорит, в лице олигархов, и мы типа поддерживаем политику президента. Это хитрая их ловка. Корпорацию они знаете, как воспринимают? Как Казахстан не суверенное государство, а как корпорация, которая имеет какой-то идентификационный номер, который Великобритания зафиксировала. И сегодня они подают в суды в России и хотят признать незаконность выхода СССР наших стран и республик. Понимаете, да, независимо. Вот об этом идет речь. Изучайте внутри, пожалуйста. Не обращайте внимания на их слова, вот эти, то, что они пытаются. Это сейчас пытаются они вот так выкручивать. Я потом вам передам видеозаписи по Караганде. Я тоже прошу сказать, что в Караганде также они делают плакаты. Вот советский герб, вот он. Референдум поддержки СССР. Референдум за возрождение СССР. Вот такие вещи пишут они. На памятнике Ленина. И вы знаете прекрасно, 2 года назад меня посадили за то, что я сорвал герб Казахский СССР. Где? На памятнике в Актубе. И я сказал, они возбудили уголовное дело по факту вандализма. Хвала Аллаху, что этот памятник, его не поставили на балансе Акимата. Я бы сейчас получил бы срок. Понимаете? Но там есть патриоты, лица старших лейтенантов в МВД, которые сказали, ага, мы вас уважаем, вы правильно сделали. Но мы вам скажем, мы прекращаем уголовное дело, потому что прокуратура, говорит, нету, говорит, память не стоит на балансе Акимата. Поэтому дело прекращается. Но будет, говорит, по-моему, административное, говорит, и, говорит, вам сейчас дадут, говорит, сейчас суд будет, говорит. Я такой подумал, если прокуроры, говорит, прекратили по факту того, что память не стоит на балансе, и суд отнесется правильно. Я на суде сказал, памятник не стоит на балансе административного правонарушения. И что вы думаете? Прокуроры бессовестно, и также судья, он говорит, нет, стоит на балансе. Вы знаете, ваши коллеги, которые возбудили уголовное дело, 5 минут назад прекратили уголовное дело. Вот сейчас. А вы сейчас меня хотите посадить. За что? Они эту памятник поставили незаконно. Мало того, поставили СССР. Какое имеет идеологическую подоплеку этот памятник СССР? Я получил срок. Дали мне 20 суток. Отсидел. За что посидел? Я писал в администрацию президента. Писал. Они мне там отписки дали, Акимат. В конце на выходе этот памятник снесли. Я просто хочу сказать. Памятник убрали. Нет этого памятника. Это вопрос. За что посадили меня? Понимаете? Поэтому я хочу вам сказать, что надо быть объективным. Надо быть справедливым. Надо быть честным по отношению к своим гражданам, которые чувствуют, что там есть угроза. И мы такой памятник, слава Аллаху, убрали в Павлодаре. Тоже поставили незаконно. И Исламова, Ислам Калиев, Исламов был акимом города. Ветеран боевых действий на ТЖК Афганской границе. Я ему сказал, убери памятник, пожалуйста, потому что это будет место сборища. Понимаете, да? И в конце концов он убрал, потому что тоже стоит незаконно. И такие памятники стоят в Кустанае, гербом СССР и так далее. Понимаете, что происходит? Поэтому давайте, уважаемые прокуроры, я почему говорю, чтобы все прокуроры, все увидели, проверили все эти памятники, законность этих памятников. Нужны или не нужны Казахстане? В одном месте говорим декоммунизация, десоветизация, в другом месте говорим за СССР. Как это понять? Поэтому доклад закончен. Мы вас внимательно выслушали. Можно буквально там 2 слова? Вот как дело возбудили, буквально на следующий день, или в этот же день, по-моему, да, пресс-релиз Генпрокуратуры был опубликован по этому делу, да. Общественность уже была уведомлена, что начаты следственно-оперативные мероприятия. Я еще на русском языке скажу, на языке межнационального общения, чтобы тоже... Все должны слышать. Да, все должны слышать. Там по этому делу сформирована межведомственная следственно-оперативная группа, куда вошли сотрудники Комитета национальной безопасности, Департамента полиции,
службе экономических расследований и антикоррупционной службе. По делу назначены 2 процессуальных прокурора от областной прокуратуры. Вот. Я скажу так, вот за это время, буквально за 4 дня, будем так говорить, сегодня 5-й день, проведен большой объем работы, в том числе назначены экспертные исследования. И сейчас мы ожидаем получения заключения психолого-филологической экспертизы, которая проводится в Астане. Там буквально сказали, что на этой неделе, в четверг, возможно, в пятницу, мы получим результаты, и мы готовимся к получению этой экспертизы. Проведены, я еще раз повторяю, большой объем следственно-оперативных мероприятий. Все лица, которые были на видео зафиксированы, они все установлены и допрошены. В отношении всех проводятся следственные действия. Вот. И по получению результатов экспертизы мы будем уже переходить к следующему этапу расследования уголовного дела. Облыс аумағына шығып кету туралы не қойды ма олар? Қалай? Облыс аумағына шығып кетіп прописка не выйдет? Да, олардың бәрі алынды, олар жаққа кетпеуге тиісті, бәрін біз бақылап отырмыз. Құрметті Доли Ануарбек, біріншіден сізге көп рахмет осылай шыққаныңызға. Я баллотировался от Северо-Казахстанской области и хотел бы, пользуясь моментом, что руководитель аппарата здесь, в принципе, в прокуратуре у меня вопросов таких нет, я хотел бы сказать, вот эти проблемы, которые сейчас озвучили, все, в принципе, они имеют большую подоплеку, и глубина их находится в работе как раз органов, связанных акимат и так далее. Мне, к великому сожалению, что Аким области ни разу нас не собрал, не пригласил, даже после завершения этой агитационной работы можно было пригласить, поговорить. Ну ладно, Аким занятый, первый зам Аким мог бы пригласить, или хотя бы руководитель аппарата. Лично на вас мы доверенные лица выходили, чтобы осветить проблемный вопрос, который есть. Вы отказали им. Это я считаю, что очень отрицательно. Проехав по Северо-Казахстанской области, многие районы, я скажу, что много упущений в работе, связанных с идеологией. Потому что видео я выпустил без Кулина. Стоит вся символика Казахстана, флаг, герб, гимн, и с правой стороны специально стал между ними. Северо-Казахстанская область остановилась между прошлым и настоящим, а в будущем вообще не думаете. Стоит памятник Ленина, село Петровка, перед самым акиматом стоит, руку показывает Ленина. Везде, куда ни пойдешь, и вчерашний день. Я вам скажу, вот молодежь, моя дочь со мной здесь работала, приехала, пап, мы приехали, как будто